Қалайсыздар? Сүзбелі бәлішті жасап көрсем, ұн қажет, су жылы сүт, орта стақан сұйық май, 2 жұмыртқа, тұз бен дрожж және қант қажет. Енді ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді қоямыз. 1 стакан сүт, міне қарап мөлшер осы. 1 стакан жылы су және мынау тұзымыз бен дрожжымызды қатар салып жібердік. Міне енді осыларды жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Қантымыз бұл жерде 100 грамм. Және 100 миллилитр мына жерде сұйық майымызды қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізіп дайындап қойған мынау жоғары сұрыпты ұн. Осыны аз-аздан қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей. Қамыр қолға жабысатындай жұмсақ болу керек. Міне қамырымыз дайын, бетіне салафан жауып, оның үстіне жылдап жауып, 1 сағатқа қойып қоясыздар. Мінекей, 1 сағат уақытымызда өтті. Қамырымыз жақсы көтеріліп тұр. Енді осы қамырымызды алып, мінекей көріңіздер, жүп-жұмсақ. Ұнымызды сеуіп, бөлшектерге бөлеміз. Мінекей, осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Негізі бұны шағындап та жасауға болады, үлкен қылып та жасауға болады. 60 граммнан, егерде үйде жаңағы ас үйге арналған таразыңыз болса, 60 грамм көлемінде бөліп алсаңыздар болады. Мен бірақ о граммы көп жерде жасап отқанымның. Сондықтан менікі үлкен болды. Шағындап енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасауларыңыз болады. Міне қамыры да керемет ашыған. Енді осының ішіне салатын, міне сүзбеміздің үстіне мен 5 шай қасық қант салдым. Бұл 200 грамм сүзбе. Соның үстіне 5 ас қасық қант салдым және 1 жұмыртқа қосып жібердім. Салмамызды жақсылап бір кетіп араластырып алыңыздар. Осындай массада салмамыз дайын болды. Мінекей. Әбден араластырып дайындап қойдым. Енді жаңа күлшелеп қойған нандарымызды жаюға кірсем, сол үшін сүтке осылай ерітілген сары майымызды қосып аламыз. Ішіне жағу үшін сүтін кішкене майынан азырақ қосасыздар.
міне дайын. Енді нандарымызды күлшелеп тоқаштарымызды осылай жасайтын боламыз. Неғұрлым жұқа қылып ысыңыздар, ысқан кезде жұқа жақсы болады. Мінекей осылай жазып аласыздар да, сосын жайып алғаннан кейін осы жаңағы сүтпен майды араластырып қойдық қой, соны барлық жеріне жеткізіп жағып алыңыздар. Одан кейін оқтаумен осылай ысыра отырып, ортасын жиырып, міне. Енді дәл орта тұсына сүзбемізді әкеп салып, қайырып, айналдырып бүктейсіздер. Міне осындай формада шығады. Екі ұшын бекітіп қойларыңызға да болады, анау ішіндегі ашылып кетпес үшін. Мінекей. Осылай ары қарай кезекпен кезек жасай бересіздер. Осылай күлшеріңіз аяқталғанша жасап шығасыздар. Негізі жасап көріңіздер, сіздерге жасап көруге кеңес берем. Қолмен де жасай беруге болады, міне. Өте дәмді, өте жұп-жұмсақ тоқаш шығады нәтижесінде. Жасап көріңіздер, сіздердің де жанұяларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Өзім балаларым сүйіп жейді, отбасым барлығына ұнайды. Міне осылай дайын болған тоқаштарымыздың үстіне жұмыртқаны тек қана сарысын жабып шығамыз. Барлық жерін жеткізіп жағып шығыңыздар. Енді бұны барлығын жағып алғаннан кейін өздеріңіздің пештеріңіздің қызуына байланысты ғой, соған байланысты салып жарты сағат 25-30 минутқа пісіріп аласыздар. Мен өзім 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламын. Енді пештеріңізге байланысты, соған байланысты салып аласыздар. Шаймен ішкенге өте керемет. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, қолдау көрсетіп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Мен сіздерден қолдау күтемін. Әлде де тек қана бұл бәліштер емес, салаттар емес. Менің каналымда ұлттық тағамдар да бар. Әлде де жақсы, жеңіл, оңай рецепттермен дәмді болып шығатын бөлісемін. Мінекей, жаңағы айтқан өзіміздің менің 25 минутта пісті, жұп-жұмсақ. Міне. Қазір арасын бөліп көрсетейін. Мінекей. Арасында сүзбесі бар. Міне осындай бәліш пайда болды. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.